Алмас аға, дайынсыз ба? Иә, дайынбыз. Бірақ осы жерде бастаймыз ба? Иә, дәл осы жерде бастаймыз. Бағдарламаның шарты бойынша келген қонақ майдан ауыз тию керек. Май? Иә, сізге сары май или құйрық май? Құйрық май бар ма, не қойдың? Қанкел сол? Әрине бар. Бірден келіп қалған ба, не? Ал. Сос айтып алып жүру керек па, не істеу? Алике, ассалаумағалейкум. Ақылбек мен. Ақыл сен? Иә, мен. Мына жігіттер ақыл еп бізге. Олар не істей береді? Қазір сіз ар жаққа барай беріңіз, біз бастаймыз. Жоқ, майды керек емес. Өзім жей салайын. Қазір беретін одан да май бар. Мен ойлағанмын, қонақ қойдан жоқсы май берсең жей береді, мына жігіттер соғасып тапшы. Жоқ, қазір майдан да жақсы сатып береміз. Сендер бастарыңыз істейін ба? Кешіріңізші. Құйрық май бер. Кішкене ойламайсың ба? Әзіл ғой. Бастаймыз. Сәлем қызу, арамой жол, қарапайым елміз тілектері көп. Жарық болсын әрдайым күн мен ай. Уважаемые зрители, приветствую вас и желаю счастья вашим семьям, деп поэт. Это 6-й выпуск Аузыңа Май, и сегодня у нас в гостях известный журналист, телеведущий и просто маңғыстаулық братуха Алмас Алтай. Ну что, готовы? И мы начинать таймс. Кет! Алике, қайырлы күн. Туған өлкеге оралуыңызбен түсірілім деп қол тимей кеткен болар. Менің бағдарламама атсалысқаныңызға алғысымды білдірем. Алике, бірден сұрақ, Ләйлә ханыммен жұмыс істеген қалай вообще? Ләйлә сұлтаныңызбен жұмыс істеген тәш қой, тәш. Жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды дегенше, Ләйләмен қосылған кезде дауысымыз жарқын шықты, сосын бір-бірімізге серік болып солай келе жатырмыз. Ләйләмен жұмыс істеген өте жақсы. Сосын Ләйлә Алмас деген тандем қайдан шықты? Ләйлә мен Алмас деген тандем, оның алдында мүлде болмаған. Содан кейін барып сонымен бірге шықты. Қазір енді Ләйләның аты аталса да Алмас деген қос аталмауы мүмкін, бірақ мен осы маңғыстаулықтар атсам, ең бірінші сәлем амансың бандан кейін, Ләйлә қалай, Ләйлә қайда, қай жыл қалды? Өзіңізді 5 сөзбен сипаттап беріңізші. Әуелі Алла, Алланың құлымын, бұл бірінші сипатым шығар. Содан кейін адаймын. Адай деген сөздің ішіне жаңағы адырлық кіретін сияқты мен ойымша, жаңағыдай өжеттік, кісінің бір өзінің ойына келіп тұрғанда лақ еткізіп төге салу. Негізі экранда мен сол кісінің көңіліне көп қарамайсың деп мен оқырмандарым, көрермендерім орысша жатады да, негізінде өмірде өте сондай Әлім Бахаби деген кісі болып та, сол кісі айтыпты, шешендіктің шыңы кісінің көңіліне тимей сөз айтыпты деп та. Мен өмірде қорқып жүрем да, өмірде адамдардың көңіліне тиіп алған. Бірақ енді экрандағы кішкене нем амплуам басқаша болғандықтан көбіне солай ойнап тұрам. Адайлық. Үшінші, мен Аллаға шүкір бір қыз тәрбиелеп отқан әкем, соны айтқым келеді. Үшінші, төртінші, мен өзім мақтан сүйгіш адам емеспін да, сондықтан өзім қандай екенімді білмеймін. Негізі жұрт айту керек сияқты. 3 қасиетпен тоқтаймын ау деймін сол. 3 қасиет. Иә, мен себебі жаңағы Алланың құлы болудан, сосын жаңағы жақсы жігіт болудан, адай болудан, қазақ болудан, және сосын жақсы әке болудан басқа бір 3 қасиетті мен бөліп айта алмай тұрмын да, саған ақыл ет. Қалған 2 қасиетімді сол халық біліп, халық айтса жақсы болар. Рахмет саған. Алике, енді бағдарламамыздың демеушісі Қазан дәмханасы болғандықтан, біз келген қонаққа осы Қазан дәмханасының атынан сіздерге дәм береміз. Бұлай айтқанда, ауыз тиік. Міне енді ас мәзіріне келді, тапсырыс беріңіз. Не қалайсыз? Барым, бір жақсы нәрсең болса кешеш, тойымда үлкендеу. Шашлык бар ма? Шашлык бар. Болды, сондай әкеле салшы. Тапсырысымызды бердік, енді ары-қарата жалғастыра берейік. Бала кезіңіздегі ең бір қызықты сәтті айтып беріңізші. Менде бар ғой, андай бір адам қызығатындай негізі балалық болған жоқ. Балалықтың бәрі тәтті ғой, балалық ол бақытсыз болса да балалық. Біздің балалығымыз, мен 87 жылғымын, нағыз 4-5 жасқа нағыз ойнайтын кезі келгенде кеңес үкіметі құлап қалды да, елде жаппай кәдімгі ашаршылықтың сәл алдындағы сондай бір хаос кезең басталды. Дүкен сөрелер бос, киімді тек қана қалғанын киесің үлкендерден.
Мен көкем сол кезде мысалы әкемнің інісі мәз болған есімде 14 қойға 21 қойға 7 қап ұн алып мәз болған есімде. 21 қой деген бір отар қой ғой енді. Соған бір қабыл. Сондай ашаршылық кезеңге тап келді біздің баламыз. Сосын ондай балақта не кетесің? Қызық болған жоқ аса бір. Мен одан да бергеректе бір нені айтып берейін. Осы республикалық ақындар айтысы болды да, неде, мына Есеновтың бұрынғы несі бар ғой? Иә, корпусы, сода. Сол ән айтасың ба дейді, жаңағы ән де жоқ, жаңадан үйреніп жүрген қайсың ғой. Ән айтасың ба ортасында дейді, айтам дедім, жаңағы қазылар алқасы ойлануға кетіп қалған. Сөйтіп шығып жіберіп, бір домбыраны, қариған домбыра тұр ғой, біреуін алып жіберіп, атып шыққан ғой сахна. Сөйтіп бұрау келмейді жаңағының да, бұрайым келмейді, бұрайым тиір кетіп жатыр. Ел қайта қол шапақтайды, айтшы деген сияқты. Сөйтсем анау 1000 домбыраның ішінен алғаным солақай бұрауына түсіріп қойған домбыра. Ай, өлшеш сол еді, өлшеш. Әлі ұялам. Енді ойбай солақай екен ғой деп халыққа сасып қопырап, солақай бұрауын түсіріп, қайтадан оны айтам дегенше, үшін бір 6 ән айтып тастайтын уақыт болды да, 15 минут па, 18 минут па отырдым ау деймін, елдің нервысынан тиіп зықысын шығарып та. Бірден айтып шықтым, айтыр, ой, мағандан бері осы ма деген шығар біреулер да. Қайдан әнші боласың ол кезде? Соған әлі ұялам, Ақылбек мен. Әлі ұялам. Бізде енді бір айдары бар, ол жұлдыздан әзіл айдары. Ал енді сізден бір әзіл айтып берейін. Бірақ мен бір досымның әзілі да, Аршат деген кішкене андай анекдот. Енді жұлдыздан әзіл болған кезде бір андай өзіңе қатты өтетін анекдот болу керек шығар енді, иә? Сонда, иә. Бір күн суда біреу жүзіп жүрген ғой, суда да. Жайбарақат өзімен өзі астынан бір қол келіп қалыпты да, ұстап қалыпты да. +2 ма, -2 ма депті. Жаңағы зәрішіп кеткен ғой анаң да. Осы енді құрсын, -2 деген жаман болатын шығар, +2 деген ғой. Сыртқа шығып қарса, түр деп. Қалтаңдап жүре алмайды да жаңағы да. Қой құрсын мынаны азайтайын деп суға қайттан түскен ғой. Суға түсіп, мана қолды күтіп, былай жүзіп, былай сүңгіп жүрсе, мана қол как раз келіп ұстап қалыпты да. +4 па, -4 па? Негізі мен өмірде сондай жігітпін, ұятты, инабатты жігітпін, сен ойлап қалмайын ба? Жоқ, өзіме қатты өтіп отыр ғой, күлсің ба? Соған рахаттанып күліп отырмын да, сосын халқым да күлсін үшін отырмын. Ал енді жастарға айтар ақылыңыз қандай? Ақылбек, мен мысалға серьезно айтатын болсам, қазір әлеуметтік желінің заманы болып кетті. Инста, Фейсбук, ВКонтакте деген сияқты. Айтуыр қалай болмасын, елдің, жастардың ойы ауызға ілігу, елдің назарына ілігу, танымал болды. Ол енді мен бір жаман нәрсе деп айтпаймын, ойбай танымал болмаңдар, ол қажет емес деп. Ол танымал болу деген енді бір жағынан ақша ғой, күнелтіс деген сияқты. Бірақ Ғаділбек айтады ғой, хайпта адалынан болу керек деп та, халалынан болу керек деген сияқты. Сондай болу керек сияқты. Ал жаңағыдай киімін шешіп тастап, дала шығу бірдеңе дегендерге мен өзім қосылмаймын. Бірақ сондайдан жиіркендіру үшін біз енді көрсетеміз. Себебі мен ойлаймын, проблеманы шешудің жолы ол проблеманың бар екенін мойындау. Санаңмен түйсіну, содан бар онымен күресесің, себебі оның қалпына келеді, содан кейін бар күресесің. Мен қазір жастарға айтар едім, хайп, танымал болу ең бастысы емес, просто танымал болу бар, адамгершілігіңді жоғалтпай, трусыңды шешпей танымал болу да. Жақсы жолмен танымал болу. Жаңағы айтады ғой, әжелеріміз Абай айтып кетеді жаңағы, жер өртеп шыққан атың құрсын дейді. Мен әжелерім айтады, көтімді ашып жеген бидайым құрсын деген сияқты. Сондай, ол бәрібір лап етіп көтеріледі танымалдылық, сол кей лап етіп ұмытылады да. Ал сен өте ұзақ жолдармен, қиындықпен, әрі баянды танымалдыққа, сосын ел көңілінде бір жақсы жағыңмен танымалдыққа жететін болсаң, сонда ол неғұрлым нығырақ, солғұрлым сергегірек
елдің көкірегінде ұзақ уақыт сақталған сол жақсы сияқты әйтпесе жаңағындай анау ұқсап мынау ұқсап жаңағындай бір-біріне тиісіп бір-біріне боқ жағып танымау ұнамайды сияқты. Әлеке, болашақта қандай жобалар бар, сол жобалармен бөлісе кетсеңіз? Проекттерім, өзім жеке проекттерім, ана жұмыс өз ойым ол бөлек, ал жаңа жеке өзімнің ойлап жүрген, мысалға Өзенмұнайгаз компаниясында Бауыржан Мамбетсапаев деген азамат өзі бас болып, былтыр Маңғыстаудың кәдімгі ағаш үйі, киіз үй туралы Қара шаңырақ деген 40 минуттық деректі фильм түсірдік. Өте жақсы қабылдады ел көпшілік. Сондықтан да соны циклды биыл жалғастырғым келді. Енді биыл Алла қаласа бір деректі фильм түсіргім келді. Ол Маңғыстаудың атбегілік өнері туралы, сейістік өнері туралы, Маңғыстаудың тарихында өткен әйгілі астар мен белгілі тұлпарлар жайында сондай бір фильм түсіргім келеді. Енді бұл өзім жоспарым бұйырса, Алла қаласа. Әлеке, осы Ләйла Сұлтанқызы экрандағыдай ма? Бұлай өмірде қандай өзі? Мен ойымша айырмашылық болатын шығар. Себебі дәл өмірдегі көңіл күйді экранға алып шыға алмайсың. Дәл сол экрандағы ржақтаған күйіңмен өмірден жүре алмайсың. Сондықтан да мен экрандағы Ләйладан өмірдегі Ләйла әлдеқайда тереңірек, әлдеқайда мейірімдірек, әлдеқайда батылырақ, көптеген істерді өзінің бір ауыз сөзін айтатын, көбіне көп жігіттердің қолынан келмейтін нәрсені бір ауыз сөзбен шешіп беретін кәдімгі сондай мықты қыз деп білемін қазақтың. Сондықтан Ләйланы мен мақтағым келеді, андай экрандағысы емес, өмірдегісі одан да жақсырақ та, жақсы көремін. Ал енді Әлеке, міне асымызда келіп қалды, дәмнен алып отырайық енді. Рахмет бауырым. Молодец, рахмет, бақытты болсын. Шіркін. Тамаша. Прям бартылтайық. Жында? Қазақ болған соң әрдайым астан кейін ас қайыру керек болады. Сіз біздің сыйлы қонағымыз болғандықтан ас қайыру сізге бұйырып отыр. Ал ас қайрайық. Бұны ақсақалдар береді, енді осы бағдарламада қара сақал берсін дейсіз. Сақалыңыз кетті. Ал асқа берекет, адам ғана күллі байлдамайын, тілегіміз қалбет. Ей құдіреті күшті Алла тағала. Мынау қазанымызды берекелетсін, әр күнімізді мерекелетсін. Аманшылықта, ақ-жүзді абырайлы. Ютубтағы аузыңа май хабарының трендке шықсын, қаралым миллион болсын. Аумин. Аузыңызға май. Ал енді Алмасаға осы Қазан дәмханасына берер бағаңыз, өз ойыңызды айта кетсеңіз? Өз ойым десеңе өте тамаша, өте дәмді екен. Жаңа шыңғысыз бауырым өз қолыммен жасадым деп айта тұр, тамаша. Әсіресе маған өзім негізі ненің құстың жанкүйерім окорочка бар ғой, соның кез келген заведениең сол окорочкасына қарап баға беремін де, мынау өте дәмді еріп тұр екен аузда. Жігіттердің ісі берекелі болсын, табысты болсын деген тілегім бар. Рахмет, дәл осы мейрамханаға шақырып сұхбат алған үшін саған да рахмет. Біздің қонақтан бонус. Тамашалаңыздар. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі, олар жайлы не білесің, ағайын жұрт сен осы. Олар жайлы айтылмайды биік мінбеден, өткен олар ақиқатпен. Шындық сөздің жебесі. Осымен біздің 6-шы шығарылым өз аяғына жетті. Біздің каналға жазыла жүріңіздер, айта жүріңіздер, өз еліңнің ұлын көтере жүріңіздер. Бұл аузыңа май. Дәс.